Сәлеметсіздер ме, YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетіліп жатқан жазықсыз жүрек телехикаясында Себла рөлін сомдаған актриса туралы мағлұмат беретін боламын. Гүлдерен Гүлдер 1999 жылы 5 қыркүйекте Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Бастауыш және орта білім алғаннан кейін Башкент университетіне оқуға түсті. Кішкентай кезінен актриса болуды армандады. Ол телешоуларда ойнағысы келді. Ол Денис Богиштен актерлік және сахналық шеберлік бойынша сабақтар алды. Гүлдереннің алғашқы актерлік тәжірибесін жазықсыз жүрек телехикаясында Себла рөлімен сомдау арқылы көрсеткен болатын. 2019 жылы Тұр және кет телехикаясында Бехиджи болып ойнайды. 2020 жылы актриса Басаран Чимчек түсірген хэштег фильмінде басты рөлді сомдады. Сол жылы ол Кираз рөлін сомдайтын сенімді телехикаясының актерлік құрамына кірді. Сондай-ақ Халил Ибрахим, Джейхан, Сыла Туркоғлы, Берат Рүзгар Оскан, Мелик Оская, Тольга Паранжоғлы, Булкан Йылдырым және тағы басқа актерлармен бірге бір киноға түсті. Жеке өмір туралы келетін болсақ, әлі тұрмыс құрмаған.